Сәлем достар, сіздермен Ұлжанай, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен ашытқысыз өте тез 20 минутта дайын болатын жеті нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде дайындаңыз. Ол үшін қажетті заттардың барлығы төменде описаниеде толығымен көрсетілген. Енді дайындауына кірісеміз. Ол үшін суды табаға құямыз. Суыңыз жылы болуы қажет. Содан соң оған тұзды қосамыз. Содан соң оған қант саламыз. Және де ас содасын салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Содан кейін майонезді қосып тағы да араластырамыз. Және соңынан ұнды қосамыз. Мен осы видеодағыдай үлкен кесемен 2 үлкен кесе ұн қостым. Сізді өзіңіздің осы қамырыңыз қаншалықты ұнды қажет етіп алады, соншасын қоссаңыз болады. Ең бастысы қамырыңыз қазір видеодағыдай соңында қолға жабыспайтын болып және жұмсақ болып шығуы қажет. Осылай ұнды қосып тұрып, қасықпен араластырып, содан кейін ыңғайсыз болған кезде қолмен араластырып, жақсы жұмсақ қамыр илейміз. Осылай барлығы біркелкі болғанша қамыр илейміз, және де ыңғайсыз болған кезде оны осылай столдың немесе дастарханның үстіне қойып, ыңғайлылық үшін осылай етіп илесеңіз болады. Қажет болса, ұн сеуіп, сода илесеңіз болады. Неке қамыр дайын болды, осындай жұмсақ және де қолға жабыспайтын болуы қажет. Содан соң оны табаға салып, бетін жауып қоя тұрамыз. Оған дейін майды қыздырамыз. Ол қыза бергенше жеті нанды, яғни шелпектерді дайындай берсеңіз болады. Қамырды мен шамамен 2-3 минутқа ғана қалдырдым. Сіз өзіңіздің қалауыңызша бетін жауып 10 минутқа да қалдырсаңыз болады, немесе бірден солай 2 минуттан кейін жасай берсеңіз болады. Неке осылай алып, 7 бөліктерге бөлеміз. Әуелі ортасынан бөлесіз, содан кейін 7 кішкентай бөлшектерге бөліп, барлығын дайындап аламыз. Неке дайын болды. Енді оларды жаюға кірісеміз. Ол үшін астына кішкене ұн сеуіп, жеті нандарды осылай дөңгелек формасында жаямыз. Оны қатты қалың қылмаймыз. Жұқалығы видеода көріп тұрғандай жұқалықта болуы қажет. Содан кейін қызып тұрған майға салып, оларды екі жағынан қызарғанша қуырып аламыз. Газыңыз қатты баяу емес, орташадан сәл баяулы отта пісірсеңіз болады. Содан кейін осылай вилкамен, яғни шанышқымен жан-жақтарынан осылай жасасаңыз болады. Сол кезде ортасы біркелкі қызыл болып пісуі үшін. Немесе олай жасамасаңыз да өз еркіңізде. Содан кейін келесі жағын аударып, дәл солай екінші жағында қызартып аламыз. Екінші жағы қызарғаннан кейін оны майдан осылай алып тастап, салфетка, яғни қағаз төселген ыдысқа салсаңыз болады. Ол майының сіңірілуі үшін жақсы. Достар, сіздерге айта кеткім келеді. Менің Instagram парақшама да тіркеліп қойыңыз. Ұлжанай деп іздесеңіз шығады. Ол жақта да өте қызықты және дәмді. Міне дәл солай барлық 7 шелпекті дөңгелек етіп жайып дайындап аламыз. Көрсетілген жұқалықтағыдай. Содан соң майға салып, екі жағынан қызарғанша осылай барлығын қуырып аламыз. Көргеніңізде өте тез дайын болады, және де ешқандай да қиындығы жоқ, күтуді қажет етпейтін керемет рецепт. Сіздерге менің видеом ұнады және түсінікті деген ойдамын. Міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Баршаңызға сәттілік, каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Рахмет!